Армысыздар, алтындай кармология арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін 6 күні туылғандар жайлы эфир болады. Мұнда неге сіздер ренжігішсіздер, неге сіздер өздеріңізді көбінде бақытсыз сезінесіздер, осы жайлы және басқа да маңызды әрі пайдалы өздеріңіз жайлы мағлұмат алғыларыңыз келсе, осы арнаға тіркеліп, эфирді соңына дейін қарап үлпіл басып кетіңіздер. Осылайша ішкі әлеміңізді тануға, жолыңызды табуға ықпалын тигізетін қазақша контентімізді қолдап жіберсеңіздер деген өтінішім бар. Ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен әрине біз бала күнгі зақымдардан бастаймыз. 6 күні туылған балалар өз сезімін және сіздің сезіміңізді бағалай алмайтын ата-аналарға келеді. Ол кісілер сіздермен және басқалармен реніш, претензия, өкпе арқылы сөйлеседі. Бірақ ол кісілердің де туылған күн қарап көру керек. Нақты айту қиын. Сіздің ата-анаңызға сіздің ішкі әлеміңізде не болып жатқаны қызықтырмайды. Ал сізге өзіңмен өзің болуды үйрену керек болды. Ата-анаңыз сонымен қатар сізге қалай өмір сүру керектігін үйреткісі келеді. Мамандық қалай дұрыс таңдау керек, қайда бару керек, ал қайда бармау керек, не істеу керек, не істемеу керек, отыру керек па, тұру керек па, қалай өміріңізді жақсарту керек, қандай шешім қабылдау керек, ал қандай қабылдамау керек, және тағы басқа шексіз лекциялар. Өсе келе сіз түсінесіз сізге қасыңызға адам керектігін, яғни болашақ жарыңыз. Себебі сіз өзге адамға ориентир жасамасаңыз жүре алмайтыныңызды түсінесіз. Сіз өздігіңізбен бір істі бастауды, өз жолыңызды табуды білмейсіз. Сондықтан да қалай өмір сүруді түсінбейсіз. Минустағы іс-әрекетте болсаңыз, онда сізде мына белгілер болады. Қолыңызда барлығы бола тұра, іште өте бақытсыз сезінесіздер. Көз жанарыңызда шоғыңыз да, құлшынысыңыз да болмайды. Ішімдік және тағы басқа зиянды әдеттермен әуестенесіз. Өте бақытсыз отношенияда боласыз. Онда жан үйлесімі мен жан жақындастығы жоқ. Бірақ сырт көзге сіздерде бәрі керемет болып көрінеді. Сіз бұл отношениядан шыға алмайсыз. Басқа адамдар сізді түсіне алмайды деген ойдасыз. Кейде бір сәтсіз махаббаттан соң жүрегіңізді жауып тастайсыз. Яғни ешкімге жоламайсыз, ешкімді сүйгіңіз келмейді дегендей. Әрине өзгелермен сөйлескіңіз келеді, бірақ өздеріңізге белгілі бір себептермен олай жасай алмайсыз. Мүмкін отказдардан біреу сізді қабылдамай қояды деген қорқынышыңыз бар. Жалпы өзіңіздің түріңізге, ақшаңызға зацикленный боласыз. Пластикаға жүгінесіз, қатаң диета, зарядкалармен көп қиналасыз. Себебі адамдардың алдында идеалына көрінгіңіз келеді. Егер ештеңеге қолыңыз жетпесе өмірде, онда өз болашағыңыз үшін қатты қорқасыз. Өзіңіз осында болғаныңызбен ойыңыз басқа жақта. Яғни өз ойыңызды жинай алмайсыз, здесь и сейчас бола алмайсыз. Өткен күндердегі мұңды кешіп өмір сүресіз. Нереализованы болып қалам деген паникалық қорқыныш болады. Жалпы 6 туылған жандар үнемі номер 1 болғысы келеді. Себебі ата-анасының күткеніне сай болғанды қалайды. Бірақ теневойда, яғни минуста жүріп, сіз номер 1 бола алмайсыз. Плюстағы іс-әрекеттер. Өз сезіміңізді елейсіз, өзіңіздің жүрегіңіздің қалауына құлақ түре аласыз. Біреудің көңілінен шығуды маңызды көрмейсіз. Өз көңіл күйіңізді өзіңіз таңдайсыз, тағдырыңызды өзіңіз жазасыз, өз жолыңызды, өз бақытыңызды өзіңіз таңдайсыз. Ой мен сезім тең жүреді. Біреуге ұнау үшін ештеңе жасамайсыз, жалпы жасанды болмайсыз. Негізі бұл эгоизм екендігін білесіз. Себебі сіз біреуге өзіңіз үшін ұнауға тырысып жатқаныңызды түсінесіз. Ешкімнен ештеңе күтпейсіз. 30 жасқа дейін логикамен өмір сүресіз. 30 жастан 38 жасқа дейін өз жолыңыз бен өз жүрек қалауыңыз бойынша өмір сүресіздер. Сізге осы период өте ұнайды. Себебі ол сондай жарқын, себебі сіз өз өміріңізбен өмір сүре бастадыңыз. Өзге адамдар қабылдамай қойса деген қорқыныш болмайды. Тіпті қабылдамаған күнде де оған түсіністікпен қарайсыз. Себебі сіз өзгенің сезімі үшін емес, өз сезіміңіз үшін жауаптысыз. Менің сіздерге кеңесім, бала күнгі бір өте керемет қызығушылықтарыңызды еске алып, соны қарастырып көріңіздер. Бәлкім соның ішінен сіз өзіңіздің жолыңызды тауып қалуыңыз мүмкін. Өз жүректеріңізді тыңдап,
өз жолдарыңызды табуға тырысыңыздар. Бүгінгі эфир пайдалы болса, Кармология арнасына тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып жіберіңіздер. Сіздермен болған Алтынай Аман және Кармология арнасы. Соңында сіздерге өте бір пайдалы кеңес айтқым келіп тұр. Егер біреуге жақсылық жасасаңыз, оны кері өзіңізге күтпеңіз. Яғни оны безвозмездно дейді ғой, шын жүрекпен жасаңыздар, еш қайырымсыз. Ой мен жүректі қоса біліңіздер. Сол кезде ғана сіздерге сәттілік және де байлық жолығады. Ендеше беттеріңізден сүйдім. Пока-пока.